Не болды ал? Дайындалмайсыздар ма? Адам жыныстап. Енді қазір үйге барып жылайсыз енді. Ой, мен дайынмын ғой, Жұлдызай ғой. Сөзін ұмытып қалып тұр ғой. Не болыпты? 2 қойды ғой, 2. Қоя берсін, не болыпты? 2 деген не? 2 ғой, ет емес қой. Әрең өттік қой. Әрең өтті. Жыламайым мен. Немене жылайды екем? Немене жылаймын айтшы? Қазір үйге барам, шай қойып, шайын ішіп, бүйтіп телевизор көріп. Көріп жабылып алып жыламаймын. Просто андай көңілім басып кетуі мүмкін де 2 қойды. Не болыпты? 2 дауыс деген қай жерде бар өзі? Түлкі басты бар ғой? Қойшы. Әне кеттің түлкі. Таксиге жетсін. Или артық. Күлдірме мұртым түсіп қалады. О, жақсы отыр дайындығы. Ашкең берші. Күшті екен. Қайдан алдыңдар? Ана костюмерлерді бердім. Мұзахан, кеттік, біз хабарлаватыр, сахнаға кеттік. Ашкең. Бетіңші сағыларсыз ғой. Ал. Бар, шығыр. Осы кетсіз кетсей. Әпше жаңа мен қарным бар еді, мен жерде қарным. Мен қайдам дейді қарныңды? Сіздің астыңызда болу керек. Мұнан айналайын, бәлеқор ғой, менің астымда нең барсың? Мен соны маған сенбейсің ба? Қайда кеттім? Сахнан артын көр. Сахнан артын көр. Таптың ба? Жоқ! Шілей ат емес па? Осы кетірмесек бұрын, бұл екеуін кететін түрі жоқ. Жұлдызай, бұл халық әні. Дауысыңды шығарып, сен народницасың ғой. Өзіңнің еріндерімен народный қылып айта бер. Иә? Бол. Сәтті. Әпше, мен сізге бауырыңыз ретінде айтайын. Ешкімді тыңдамаңыз. Өмірде қалай бар, қалай да тура сол айтып шығасыз. Уайымдамаңыз ма? Ең басты уайымдамаңыз болды. Болды сол ғой. Иә, сол. Жұлдызай, бұл халық әні бастауы А әріпінен басталады. Одан қалса бұл менің куплетім ғой. Айналайын деген сөзді аялап, айналайын деп айтсаң болды. Басқа ешкім тыңдама. Болды, иә. Жұлдызай, айқара көзін айтқан кезде шыңғырып тұрып, даусын шығарып тұрып, бірақ билеп тұрып айт, түсіндің ба? Ешкімді тыңдама. Жаян болса да? Жаян болса да. Төрт түрлі қойып кетті. Қайтып айтамын бұны? Айқара көздер. Жігіттер квартетін айғар көз қалай айтқан көрдім. Оның негізі бар ғой, бұлай айтады. Егізлі біз. Қыздар, сәлем. Қалайсыздар? Күшті костюмчик сапалым өзіме. Қалай вам? Күшті. Света ашып тұршы. Сырғаңыз прям соған жарасып тұр. Вообще жараспайды ғой. Конечно, жараспайды. Свет ашпайды. Жылтыратып киіп отты. Тоже мне сырған бар ғой, Динара деген бар ғой, тамақ жей ма, жемей ма өзі? Жоқ, ана сырған осындай костюммен тағам ба? Адам үшін. Күшті. Көтер шыға беріңіз, иә. Қалайсыңдар? Дайындық жақсы өтті ме? Ой, жаман емес, өткендегіден қарағанда жақсы. Сөзін ұмытпайсың ғой, иә? Көреміз енді. Жаттап отырған. Айтпақшы, кофе ішсеңізші. Сіз енді осы бағдарламада рахмет. Бізді қолдап қорғап жүрсіз ғой. Бірақ ше, Алтынбек аға, біздің вайнда бекер отырсау деймін. Біз вайн түсіріп отырайық негізі. Өткенде Мырзахан шығып кетті, қажет шығып кетті. Түспей ақ қойыңызшы бізге. Мен қатыспаймын ғой, мен неменеге ұшам? Айтайын ба мына жер кімді отырғызу керек сендерге? Кім? Айтпаймын. Өзіңіз емес, өзіңіз отырыңыз. Öyle. Қыз кетті ма не? Не, артан жолдырмайсың ба? Ой, жұмыстан шығып кетті ма? Жылама енді, жылама. Құрман аяқ. Сіз ақынсыз ғой. Мына қызды жігітті тастап кетті, бір андай жұбататын өлеңіңіз бар ма бір? Розовый шашын жұлып алып, жастық қылып жастар едім, жігіті болса, мен де тастар едім деп айтқым келіп тұр. Ойбай, бүйтіп айтпасаңызшы. Жұбат деп тұрмын ғой сіз. Динара, сіз бірдеңе дейіңізші маған. Ну, я думаю, может быть, ей поможет Тиндер. Киндер-сюрприз ба? Нет. Тиндер. Ну, хотя вряд ли. Не поможет. Не деп айтасың айтқан? Анашымды күтіп отыр. Ең соңында? Анашым мынау сізге. Ой, молодец. Ұмытпаймыз ғой, күшті болып ойнаймыз ба? Қорықпаймыз балалар. Түсінікті ғой, содан кейін сахнаға шығатын адам чипсы жеуге болмайды. Кола ішуге Болмайды. ит семішкі шағуға болмайды. Түсіндіңдер ғой, иә? Ой, молодец. Так, қорықпайсыңдар ма? Жоқ. Жеңеміз ба? Ja. Болды, ал.
дайындалыңдар, тұрыңдар. Ал, Жүгір. Сахнаның артына дайындалып тұрыңдар. Аман есен өтіп алсақ, Иә, Құдай қаласа. Мен әйелмін, әлемнің анасымын. Мен қайтып айтам мынаны. Қалай мен әлемнің анасы бола алам? Вот әлемнің анасы болу оңай деп ойлайсың ба? Өзіңді әйел сияқты сезінші, мысалы, бағланда өзің ойлашы, мысалы да, сен әйелсің, күйеуің бар, ата-енең бар, 4 бала шағаң 4 жақын жұлмалап жатыр, 3 қайынсіңлі, 2 қайының бар, үйде өзің ойлашы, қонақтар келіп жатыр, 4 бала шағаны мектепке апарады, әкеледі, үйдің тірлігі, еще күйеуің әнші, ол еще кітап жазамын дейді, ол кітапты өзі жазса, әйел жазып береді, азынан кешке қиындық бәрі оңай емес. Оңай емес екен, Жұлдызай, оңай емес екен, бірақ бәрібір өзімдікін айтамын, әйелмін мен. Ой, неғып жібердім де шатастырып адам. Өзің жаттап алдың ба? Қыз қайда? Неғылды қуғыншы келдің? Жұлдызай, осы сен неге бәрін түсіресің де мен неге түсірмейсің сен? Неге түсірмейсің? Душқа ма? Қандай душ? Байынға дейін, байынға неге түсірмейсің? Қорқып кеттім енді душқа. Не? Әпкеда, сіз мен жерлесімсіз ғой. Біздің байынға түскенін бәрі біртіндеп жобадан кетіп жатыр ғой, білесіз ба? Содан кейін сізді кетпесін деп түсірмей жатырмын. Әйтпесе ол не ол түсіре салам ғой сізді? Иә? Ренжімеңіз. Ренжімеймін. Иә. Ойға ренжімейін деген. Ренжісе не болды? Иә. Сіз неғылдыңыз, біздің байында отыра бересіз бе? Бүгін жақсылап тұрып өнер көрсетейік, дайындалып тұрып. Сосын кім түсіреміз байынға? Елдің бәрі қасып жүр ғой. Ойбай, сол ұят болды. Ода тұрған ештеңе жоқ қой, дұрыс па бағлан? Өздері дайындалмай келсе, өздерінен көрмей ме біздің байынға түсіп кетіп Байынға түсіріп не қылдыңыз, мен не болды? Менің кінәм не? Не? Тыныштық па? Бағлан. Не болды? Менің көзіме Мырзахан көрініп жатыр. Қой қайдағыны айтты. Шын айт. Айналайын қарағым Жұлдызай, менде сізге бір жұмыс бар. Ана күні мен сіздің байыңызға түстім ғой. Сосын жобадан шығып кеттім ғой. Енді маған қайрат керек болып тұр. Құрманайды байыңға түстірсеңіз, сонда ол шығып кетеді. Динара, ұят болады. Мен ондаймен айналыспайтын болдым ба? Жоқ, болмайды. Жұлдызай, мен сізге менің бутигімнен бір спортивный костюм подарить етемін. Жоқ, болмайды. 2, 3 костюм. Бәрі кетеді ғой, дұрыс па, иә? Құрман әпке бергенші. Ой, привет! Красотка! Бәз болғансыз, иә? Жеңше. Не бош істеді, дайындалып жатыр. Бүгін біз қонақ үйге бармаймыз. Ағаның үйіне барамыз, Мерейді алып кетеміз сол жаққа. Қайсы ағаның үйіне? Ауылда ағаны абысын. Иә? 6 бала шағасы бар. Ұят емес па, айналайын, өздерінің 6 бала шағасы ұбырып-шұбырып жақтырмайды ғой барғаннан кейін. Жоқ ой, жеңше, олар біз жақсы көреді. Өткенде біз бардық қой түнде. Жақсы болды, сендер ғана жетпей тұр едіңдер деді ғой бізге. Енді соны түсінбейсің ба, көрдің ба, жетпей тұрған сен едіңдер, екеуің енді кемі сен едіңдер деп тұр ғой енді. Айтып тұр ғой. Дұрыс қой. Біз жетпей тұрық қой, үйге 2 адам жетпей тұр ғой. Өйтіп айтып тұрған жоқ қой, жетпей тұрғандардың сен екен деген жақтырмай айтып тұр ғой, түсінсей. Қойыңыз жеңше, өзіңіз ұқсап ойламай. Біз ғой жетпей тұрған, біз соқа барамыз бүгін. Тоба, мына бала бар ғой, сөздің астарын түсінбейді, мен абысынға звондап айтайыншы. Диная, қалай ойлайсың осы? Дубай дұрыс па, Шымкент дұрыс па? Қай жерде демалған дұрыс? Әрине Дубай. Неге? Солнечно. Құдай, бізде де солнечно ғой, кеше ғана қар түсті ғой. Су бар, не деген күшті су? Бізде де бар, Қошқар атаның суын көрмедің бе сен? Жоқ, когда болячка шығады ғой, сразу емделейді. Енді Қошқар атада су ғой, қолыңа бірдеңе шықса десең кетіп қалады ғой. Жоқ, Дубайда адамдар пысық. Құдай, біздің Шымкент сияқты десе, бізде де Шымкентте адамдар пысық қой. Жоқ, жақында мен Дубайда болдым. Телефон потеряла. Почтамен вернули маған. Бұл енді жоқ бізде, иә. Бізде тапқан-тапқандікі, ешкі баққандікі дейді, ондай жоқ. Как это? Кто телефон потерял, тот козел. Жоқ, ондай емес. В общем, телефон не вернет деген әңгіме ғой. Жұлдызай, кешіп кетті ғой, иә? Қашан жазбаса олар ертерек бірақ. Білмеймін ғой. Бағлан, менің көзіме бір көрініп жатыр. Қандай бір? Жан, мына жерде тұрады ғой? Бағлан, осы жолда Айгүл бір қояды, бізге көресің ғой. Неғып үйстесіңдер, сен аффирмацияны дұрыс жасасай, ол бал деген бір болуы мүмкін.
бірақ ол шынымен бірінші орын шығар мүмкін. Бірінші орын? Қайдан білесің, сол үшін жақсы ойлап бар. Демалып кет, сен шаршадың кішкене. Иә, сөйтейші. Мына жерде тұр еді жаңа. Мен де шаршайын дедім ба? Жақсылыққа жүрейін құрысы. Жұлдызай! Кенже, бергеніңіздерші, қызық нәрсе айтамын. Отырыңыздаршы. Өзіміз негізлерімізге өзіміз шығамыз. Бәрін ән айтып қатырып атқан жоқсыздар ғой, елдің даусымен шығып кетіп атсыздар ғой постоянно. Ой, мен де әнші сияқты онша несін айта аламын ғой. Кеткен бағлан кетіп. Мерей, Али, жынды ма? Одан мен уақыт қалымыз шығуымыз керек. Бір нәрсе дұрыс емес, қалай ойлайсың? Бәрі жап-жақсы, бәрі чөткі ойнап. Ой, дұрыс ойнамай жатыр, біреу дұрыс ойнамай жатыр. Мен естіп тұрмын ғой, Жұлдызай нормально ойнап отыр. Білдім. Мына жігіттің түрі бар ғой, осы мен нервіме тиіп жатыр, осының түрінің кесірі. Айтпесе де, апа дем? Несі бар тап-тәуір ғой түрі? Вот тап-тәуір емес, соның түрі мен нервіме тиген екен, мен даусым шықпай жатыр. Соның кесірі бәрі. Қош болды, айтпаймыз ғой. Жұлдызай? Не? Сен шашыңды бұйраламай қош. Нерге бейтіп мұрт салып алсаң, бүгін как раз Лұқпан жолдас жюри болады. Құрақ қайғадан? Лұқпан жолдас боласың сен. Кетей, Лұқпан жолдас. Қалай екен мен әйелімді айтқызған? Қалай сен Лұқпан жолдас боласың? Қайына басын бар. Кеттік жігіттер, Алтынайды айтайық. Мынау онша болмады. Қызым, сен профессияң қандай? Профессиясын білмейді ғой мына қыз. Мынау сахнада айтатын ән емес мынау. Дұрыс айтасың. Мына әнді таңдап тұрған екеуіңді оңбайсыңдар, оңып тұрған жоқсыңдар. Дұрыс емес мынау. Сіздер не істеп отырсыздар? Сіздер шақырып отыр ғой неқті? Міне отсаң шығып айта береді екенсің. Негізі әділ қазыларға ренжудің қажеті. Ренжудің қажеті жоқ. Мына екеу екен. Мына кінәлі. Жүр кеттік қой. Мына әйтеуір, егізлерізде жан талас. Бәрі бір звезда әйтеуір. Өздерінше болып жүреді әйтеуір, білмеймін. Не қарып қалатқанын не істеп тұр мынау? Мынау бірдеңе айтып жатыр ғой. Олар киімдерін дайындап, қандай көйлек тікіп қойған? Тоба, осында көйлек тік, не көйлек ме? Атап шынады. Мынау не істеп жатыр? Ай, мынау Жанболатпен кім ба? Қажет пе? Бірдеңе айтып жатыр ғой қажет. Адам одан да сөзін жұттаса қайтеді. Әркімге бір әрдеңені айта бермейді. Таң қалам осыларға ше. Мынау жастар әйтеуір топырлап кетеді. Телевизорге шыққандарына мәз әйтеуір енді. Бірдеңе қарып қалатқандай. Мына жақтағылар мені жамандап атқан жоқ деген емес. Жеңше! Аған жеңісіміз құтты болсын, иә. Жеттік ау айтар. Мұнан мен үйге апарып қояйын, иә? Бұны мен алып кетейін. Қойым мен енді. Енді дос бар, дұшпан бар, оның үстіне мен еркек емеспін ба? Мен алайын ба? Қой енді бағлан, мен енді қыз деген атым бар ғой, қызықсың бар ғой, сонау Түлкібасқа барып дауыс іздеп келдің бе? Мен алайын да енді. Жоқ, мен алайын. Жоқ, мен алайын. Мен алайын. Қызықсың ба сенің? Жоқ, мен алайыншы. Не ағам? Маған берші. Бағлан берші. Бағлан. Ой, Жұлдызай берсей. Ей. Бәке. Ау. 2 сағат болды сыртта күтіп отырғанымыз болсаңыз дайын ба? Біз ұйықтаған қой. Болды. Айбеттіңдер. Кешір. Жалын жауады майда жауын. Не айтып отырсың? Несі бар? Не? Дайындалып жатыр. Мәссаған, неше Айгүлдің бір қоятындай бар екен ғой. Сен болсаң ренжіп жүрсің. Қойшы, ол кісі қамшылау үшін қоям деді ғой, өсіп даусым жігінші келіп кетеді. Қош сен де бір. Қайдан келетсің арқалан? Бағлан. Не мынау? Тональдты алдым, Бақаға барып реверді алдым. Темпті таппадым, Бағлан. Қандай темп? Өткенде өзім студияда айтты ғой, тональд, темп, реверді ұмытпа дедің ғой. Қашан? Өткенде? Ал Жұлдызай, ең бастысы тональдты ұмытпа. Темпті ұмытпа. Бақа кішкене ревер берші Жұлдызайға. Одан кейін өзің дыханияны алып шық, ұмытпа. Түсіндің ғой? Мәссаған Жұлдызай, барахолкадан көрмедің ба темпті? Білмеймін, ол жақтан да таппадым. Алиден сұра бағана ұстап жүрген темпті. Қойш? Иә. Маған ол жерден таппадым деді ғой. Мынаған қарай тұршы, мен қазір келем. Али! Қанат
аға, ау маған дауыс керек. дауыс телефоннан бірақ дауыс беріледі ғой. Свет апаңа беріп жатырмын мен сені. Свет апаның онсыз да дауысы бар ғой. Сен қай дауысты айтып тұрсың? Мен Жоқ, маған дайындалатын кәдімгі дауыс шығаратын дауыс керек деп жатырмын. ой құдай, оның жарасы жеңіл ғой. Ана жерде фортепиано бар, бір распевка істей салайық. Сол ғой айтайын. Жүр. Жұлдызай, әніміз жаман емес, енді кілең мықтылар қалды. Бүгін қалай да болса жеңу керек. Иә, көреміз сені. Қалай да болса жеңу керек. Мен енді жалғыз келген жоқпын. Мықты жігіттерді шақырдым. Сөйтіп жеңбесек. Кім шақырды? Қазір көресің. Қалайсыз? Жақсы. Жеңіске жетейік. Иә, құдай қаласа. Сенімді болыңыздар. Иә. Көрдің бе? Бағлан қатты кеткен жоқсың ба? Жоқ. Айттым ғой, бәрі мықтылар. Өйтпесек басқа бізде вариант жоқ. Жеңе алмайсың ба? Дұрыс сонда, иә. Онда бәке былай. Ай, Бағлан. Не істейміз, а? Мен туралы не болды кеше Ақжол ағам? Профессияң қандай деп сен танымай тұр ғой. Кім туралы екенін білмей қалдық қой. Өзіңе қарап алшы. Мен не болды? Еркекпін де айтамыз деп не қылды? Жуас жексен ол не деді? Не деді? Оңбайсыңдар екеуің деді ғой. Дұрыс таңдамағансыңдар деді. Жол қандай ән аламыз енді? Қандай ән? Білмеймін. Басқатып кетті ғой. Әділғазы алқалар кім екен ол кім келеді? Ұлықпан Жолдасов деді, сосын Қыдырәлі Болманов келеді деді. Қыдырәлі Болманов келеді деді? Иә. Онда бар ғой, точно мен әйелмін дегенді айтамыз ба? Мен әйелмін. Да, ага. Ага, айта беріңіз. Айта бергенде не ғой, Диная осы. Сен мені жақтырмайсың ау деп ойлаймын ше. Не, я вообще об этом не думаю. Өзімде сөйтіп ойлағам. Негізі сен жақсы қызсың, Диная бар ғой. Осы жобада бірден бір сен жеңсе екен деп өзім армандаймын ше. Жақсы қызсың, жақсы көремін сені ше. Спасибо большое. Спасибо, рахмет айналайын. Не ғой, Айнұр Ильясова бар ғой ше. Вы что-то хотели? Ничего, спасибо. Алло. Осыған рахат, Динара ханымға қарашы. Өткенде бағдарлама шықты, Дубайға барып келе салды. Біз деген Астана мен Алматыны әлде қандай жырғып жүрміз. Тағы бір жерге заказ беріп отыр ау деймін билетке. Жұлдызай, сіз маған бірдеме айтқыңыз келіп тұр ма? Жоқ, ештеңе айтқым деп отқан жоқ, иә. Олай естіп қойдым екені. Алло, да, здравствуйте. Хотела заказать 2 билета. Қайда барайын деп тағы да? Да, в Аланию. Бара беріңіз, Аланияға. Данажан, айналайын, мен сені өзім туған сіңілімдей көрем. Мен саған бір ақыл айтайын. Сен мына іштегілерге ерік бар ғой, өсек айтушы болма. Не ұнамайды, қалай болады, бетке айт. Оны екеумізден бастайық. Мысалы, саған ұнамайтын нәрсе болса, мен де бетіме айт, мен ренжімеймін. Сен де ренжімейсің, дұрыс па? Ренжімейсің ба? Иә, ренжімейсің. Мысалы, мына үстінде көйлек өзіңе дым жарасып тұрған. Не, мына не көйлек? Сіздікіден вообще жылтыр-мылтыр мына перчаткамен не бәлем, ну? Ерніңіз, пожалуйста, өшіріп тастаңызшы. Именно шапка вообще не в тренде, қазір шешіп тастаңыз. Вообще шапка. Мен шапкам денең бар сенің? Сен мына жебірекші өзің қолып кеткен. Бұл қазір в тренде. Мен жаспын ғой, мен білем ғой. Сіз трендте қалып кеткенсіз. Әбден үйде отырып қалғансыз. Қойшы айналайын. Бетке айтқан. Қанша болды сахнаға шықпағансыз? Қанша болды сахнаға шықпағансыз? Өсегіңді айтыршы одан. Немене біледі? Бетке айтқан деген. Өсегіңді. Сенде не бар ма? Әпке, дайындалып жатырмын, көріп тұрсыз ғой. Кедергі жасамаңызшы. И вообще нервыма тимеңізші. Мен оған көрсетейін, қазір киіп шығатын туфлине сойшейін. Жұлдызай қайда? Не болды, қыздар? Сіз бүгін мынаны киесіз, білесіз бе? Бұны Дана Кентай кимей ме? Жоқ, сіз киесіз оны. Айналайын қарағым Диная, сен орысша жақсы білесің ғой. Маған айтшы, мен сені жақсы көрем деген. Орысшасы қандай? Ну это же легко. Я тебя люблю. Вот не легко екен. Ондай емес екен. Мен сені жақсы көрем деген, я тебя хорошо вижу деген сөз екен. Көрдің бе? Мен сені ұнатам дегенше. Ты мне нравишься. Ол да дұрыс емес екен. Неге? Мен сені ұнатам деген, я тебя мука стреляю екен. Неге мука? Енді ұнатам деп тұр. Ұн деген мука ма? Атам деген стреляю. Сонда я тебя мука стреляю екен ғой. Мен сені жек көрем деген. Я тебя ненавижу. Вот ол да дұрыс емес. Я тебя ненавижу емес ол. Мен сені жек көрем деген, я тебя
хочу попробовать деген сөз екен. Мә, я что, вообще русский язык не знаю, что ли? Вот не знаешь болып тұр ғой енді. Дұрыс аудармай отырсың ғой, білмей отырсың ғой. А где вы учите русский язык? Ана жерде қыздар. Гүлзира, мені былай жасаңызшы. Қатты бояудан қажет жоқ. Кішкене ғана көзді бояп, кішкене ғана қасымды бояңыз, бірақ қатты бояндырмаңыз, жеңіл желпі. Кірпік жабыстырыңыз, сосын мұрнымды бүйтіп әдемі қылып сызып беріңіз, кішкене қатты емес помада, сосын шашымды да бар ғой, елдері ұқсап бүйтіп жасамай, бір бүйралап, әшейін ғана бүйтіп прическа. Қатты емес, иә? Жеңше одан көріп бояндыра сал деп айтсаңшы. Жоқ, мен андай баттастырып боянғанды ұнатпаймын. Бірақ жеңіл желпі. Түсінді ғой Гүлзира? Иә, қатты емес бірақ, болды міне. Қалай? Какая разница, бояндыңыз ғой бәрібір? Жоғы, бұл жеңіл желпі боянған нәрсе. Қарашы мені, дым жоқ қой. Әшейін кірпік, әшейін көз, әшейін бұлай шашымды бүйтіп істей салды. Күлеке бар ғой, қасыңызда тұру мен үшін бақыт ше. Мен ойлаған жоқпын, ана бала кезімде армандайтындығым, Гүлнұр Оразымбетова ән айтып жатыр, ана қобыз дегеніңіз бар ғой. Мә, қобызды көремін ғой кәдімгі, сосын көк аспанға шығып кеткім келеді. Не деген патриоттық рахмет. Сізге бір сый-сияпат берейін деп ыңғайсыз емес маған. Арнайы Алматыдан, енді талғамы жоғары сондай әншісіз ғой. Өзім көп таңдадым ше. Өзім жаман ыңғайсыздан тұрмын. Бере берейін я сізге. Рахмет көп. Көп күтпей көріңіз. Рахмет. Мата? Осы матаны беру үшін соншама мақтаған емес. Басқа зат берсе. Бұдан да күш зат болса не болады екен? Так, шашым қалай болып тұр? Ей, бүйрала! Не осы сенің шашың бүйра қылып, а? Мә, апа жайма? Мә, апа жайма. Мен сен не бір туған бетін апа дейтін? Бізді басты сөйтіп айтады ғой? Сөйтіп айтады ғой. Шашы бүйраның мінезі қира дейді, білесің бе сен? Туған шашың ғой? Туған шашың ғой. Туған шашың деп. Жек көрің шашы бүйраларды ше, жылың келеді ше. Бағлан, осы егіз лебіз біткеннен кейін бір жақсылап шай берейік. Баяғы шығып кеткен жүктар бар, бәрін басын қосып, бауыр басып қалды. Бауырдай болып қалды, дұрыс па? Динаралар шығып кетті, оны шақырайық. Дәурен бар, кім бар тағы бізде? Мырзахандар бар, Айнұр Ілиясова тағы. Кім қалып кетті? Кім қалып кетті? Дана мен кім бар? Әділ бар. Сол екеуін шақырмай қойшы. Ой, сахнаның өзіне опыр-топыр болып, бәрі бүкіл театрмен келеді, шақырмай қойшы. Енді қонаққа өтпемейтін жері. Ай, қайда мақас. Кім? Әділ, Дана. Бергіш. Бірдеңе айтайын. Ой, айттым, саған айттым. Жақсы. Әшейін, жағдайларың қалай деп сұрайды екен. Рахмет. Біз сол жүрген. Сәттілік сіздерге. Қош бол, егіз лебіз, қимай сені барамын. Қиын бағлам. Бүгін кім кетеді екен, мысалы, қиын, бәріміз бауыр басқан. Вайнға кім түсіресің, бәріміз. Мықты ғой бәрі, қайсы бірін кетіресің. Сондықтан бағлан, егер жеңілсек те бүгін жеңілісті дұрыс қабылдайық. Қабылдайық, бірақ анау сахнада тұрып алып, көздің жасын сығып, ана әйелдер сияқты жылап, ана жүрекке тиіспеңдер. Мен енді өз басым жыламаймын, мен еркекпін ғой. Дұрыс, жылама, неменеге жылайсың? Сол үшін дайындаламыз бағлан. Дайындалып құлаймыз да, құлап тіземіз қағып тұрып кете беріп, ары қарай жыламай дайындаламыз. Құласаң нардан құла деген ғой. Дұрыс, құлайық, кеттік міне. Мына жерден құлаймыз. Ойбай! Мына 4-ші этаждан құлауға жүрегім шыдамайды, мен оны жылай салайын. Құласаң өзің құлай бер. Жылаған емес, бағлан, сен еркекпін деді ғой жоқ. Біз өткенде бірінші сахнаға шығып, төмен балалық қалып, соңынан бірақ шықтық. Оны бір бетке бір көтеретін бір жолы бар ма? Бар ғой жолы. Мен білем ғой, біз сондай едік қой. Былай істейсіңдер. Ешкімге айтпаңдар. Тура жүресіңдер, ана коридордан, сөйтесіңдер, солға бұрыласыңдар. Содан оңға бұрылып, бірден жоғары көтеріп кетсеңдер сахнада, сосын бер қарай солға қарай бұрылып, оңға кірсеңдер, бекстейдж бар. Сол ғой жолы. Ой, не айтып кеттіңіз сіз? Оны былай да білеміз ғой. Не жол сұрап тұрсыңдар екеуің менен? Андай бір... Ондай жолы жоқ. Оған кәдімгідей өздерің финалға шейін жүріп өтесіңдер, болмайды ол жоқ. Онда батаңыз бере салыңызшы. Бата берейін, бірақ не ма, әшейін не... Бар. Қолма берме, Бейбітжан. Ырымы кешке жақын, жерге тастай сал, ал жолдарың болсын, біз алмаған бірінші орын екеуің алыңдар. Аумин! Болды.